40 күнде байып кету деген кітаплар ол байып кеткісі келген, бірақ байып кете алмаған адамлардың жазған кітабы. Неше мемлекетке экспорт қылады сонда? Италияға, Францияға экспортымыз бар, Японияға кішігірім экспортымыз бар. Бүгін біздерде мейманда Sherzod Niyazmbetov. Yurtimiz barcha sohalarda taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. По инициативе Агентства развития государственной службы при президенте Uchrashuv Biogumuz fermer xo'jalig'ining boshlig'i Sherzod Niyazmbetov. Помидор hamma mamlakatda бар. Qaqlangandan keyin, quritilgandan keyin bizlar bilmей turgan басқа пайдалы тараптары бар ма? Bizler 12 машин жүктің орнына бір машин жүкпен жіберіп жатырмыз. Архив дейді ғой, рар архив. Зип. Осындай етіп жіберіп жатырмыз да. Бірақ бақасы 12 есе асып жатыр. Помидорды зиплап жатырсыз ба? Ава, помидорды зиплап жатырмыз да. Экспорт экономикамызға қандай тәсір көрсетеді? Дүния базарына кіру аңсат емес. Ассалаумағалейкум. Орта подкасттың нәубеттегі саны. Бүгін біздерде мейманда Sherzod Niyazmbetov, спикермен, Қарақастан Республикасы жоғарғы кеңес депутаты. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қош келіпсіз. Қош уақыт болың. Сізді орта подкаст студиясында көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Көңіл-күйбетлер қалай? Жүдә көтеріңкі. Жүдә жақсы. Бүгінгі күнде нелермен бәнсіз? Енді қазір күнде іспіременлігіміз сол іслеп шығару һәм экспорт. Қысқы уақыт дегенімізде біздерде жазы мен егін іслеп шығару жұмыслары, қысқы уақыт экспорт һәм сауда. Бүгінгі күнде сол экспорт жұмыслары болып жатыр қазірде. Келін, енді әсіп депутатлық хақында сөйлессек, өзі депутат кім, не үшін халық депутатты сайлау керек, функциясы не? Енді депутатлық деген бұл мен ойлаймын адам ол жерге бір айлық үшін яки бір өзіне пайдалы тарапын ойлап бару үшін емес, бұл халқына пыдай инсанлар депутат болып халеп барады сол жерге деп ойлаймын. Себебі депутаттың ісі бұл бірінші нәубетте халық пенен мемлекеттің арасындағы көпір десек болады. Халықтың арасында жүретін адам, халықтың дәрдін тыңлайтын адам, халықтың қиынını аңсатластыратын адам деп ойлаймын. Бұл бірінші жұмысы, екінші жұмысы сол халықтың мүтәжілігінен кеп шыққан халда қарарлар шығарады. Қарар көріп шығылады har xil мемлекетімізде іспілерменлік болады ма, медицина болады ма, яки жоғары оқу орындарының бір сәл рауажландыру үшін қандай қарарлар керек. Соларды біргелікте министрліктермен біргелікте іслеп шығып, сол қарарларды қабылдайтын жоғары кеңес депутатлары есептелінеді. Жоғары кеңес депутат 5 жылға сайланады. Һәм көбінше халықтың ішінде болады. Har bir rayondan 2 депутат сайланады. Мен өзім Нүкіс районынан 53 санлы Қырантау сайлау округынан сайланғанмын. Мен көбінше сол Нүкіс районының машқалаларын көріп, жоғары кеңеске шығарып, Нүкіс районға әтібар беріңдер. Көпір бұзыла жақ, яки мына ауылдың газы болмай жатыр. Осы депутаттың жұмысы десек болады. Қиын емес па, неге депутат болдым деген пікірлер болмай ма? Енді баста түсінбеген кезде қорқасаң, түсінбеген кезде сорайсаң білгің келеді. Біздерде азыр 60% депутат алмасты, 40% депутат екінші сайлауға қалды десек болады. Сол алдыңғы депутатлардан сұраймыз. Депутатлық сұрау қандай жіберіледі, жиналыстарда тәртібі қандай, депутатлар мұражатлерге қайтып жауап беру керек. Мысалға, har xil мұражат болады. Har xil мұражатқа біздер шешіп беруіміз керек. Мәселен, біреу айтады, балам оқуының контракты дейді. Біреу айтады, мәселен, кришам ремонтлауым керек дейді. Мемлекетте бар, оған жәрдем беретұғын министрліктер бар. Сол қайсыған хабарласу керек, соларды үйреніп алу керек деп ойлаймын баста. Содан кейін бір жолға түсіп кеткеннен кейін ол қиын емес, қорқатын жері жоқ деп ойлаймын. Келін, азғана статистикаларға назар тастасақ, Нүкіс районында бүгінгі күнге шейін қаншалық дәрежеде сізге мұражаттар келіп түсті? Һәм нешеуіне шешім тапты? Сіз депутат болғаннан кейін? Мұражаттың саны көп. Мұражаттың мәселен жазба түрде болады. Ауызекі түрде болады, жиналыстың уақытында мұражатлар естеміз, өздеріміздің күнделігімізге жазып аламыз.
кемінде айына мәселен бір жиналыс өтсе, бір жиналыстан 10-12 мұражат түседі. Ондан тысқары міне Instagram, Telegram тармақларынан мұражатлар түседі. Қиын жағдайларға түсіп қалған кезде сол шаңырақларды барып қарау, мәселен шетелде қап кеткен біреулердің балалары қайта алмай жатыр, паспортын жойтып алған. Сондай мұражат көп, оны есапламадым. Бірақ бір затты айтаман, қолымнан келгенше бәрше мұражатты шешуге харекет етіп жатырмын. Растан ондай қандай күш дейміз ба, вакалат дейміз ба, вакалат дейміз, бұны сол халықтың қандай да бір жыры, машқалаларды сол уақытта шешу үшін беріліп қойған вакалат. Әлбетте, халық айтамын ғой, халықпенен мемлекеттің көпірі болғаннан кейін, ол көпір ешқашан бұзық болмау керек, ол көпір ешқашан жауық болмау керек, ол көпірге ешқашан тосық болмау керек. Бұны ең үлкен қарарларымызда, керек болса конституциямызда белгіленген. Не үшін депутат болдыңыз? Қалай болды? Не жетектеді ұлыма? Енді хабарыңыз бар, іс-білермелігіміз ауыл қожалығымен бағлық қой. Аз оған өтетін болсақ, айтып беремін. Біздердің жұмысымыз Нүкіс район Шортанбай ауылы, массив Шортанбай дейді, сол жерде жерлеріміз бар. Енді ақырғы 8 жылдан бері сол жерде жүргеннен кейін азанда барамыз, кеште қайтамыз, тек үйге келіп ұйықтаймыз Нүкісте, өзім Нүкістенмен. Ауылда жағдайларды көрсек, жағдай 8 жыл алдын жақсы емес еді. Қазір міне жылдан жылға жақсыланып келатыр. Мәселен, ауылларда газ, тоқ, су машқала еді. Іссізлік жоғары еді. Ауылға кіріп барсаңыз, дөңгелекте еркектердің әммесі шетелде. Нан табыс сонменен жүріпті, балаларының тәрбиясына уақыт жоқ. Аталары егер шетте болса, аналары сол тірішілік десеген болады, сол пақтаға барады, жұмыс істейді. Енді бір затқа хайран қалғаным, азанда ауылдық адамлар су жоқ, водопровод жоқ жерлер еді. Қазір жақсы, мен осы уақытта айтып жатырмын, 8 жыл алдын. Азанда тұрып шай демлеу үшін әйел адам көшенің басында бір құдық бар. Сол құдыққа барып су баспа кранмен су жинап, тасып алып келеді үйіне. Отын шабады, су қайнатады, жеп ішетін нам табу керек. Күйеуі жібер алса жіберген, жібер алмаса ұқсамаса сондай. Су жағдайларды көп көрдім. Маған қызық болды, бұл қалай болады екен, не болады екен, сөйтіп депутатлық қанун қарарларды көрсем, жүде үлкен етібар беріледі екен, күш беріледі екен, депутаттың гәпіне, депутаттың сөзіне, һәм халыққа хақиқаттан жәрдем берсек болады екен. Біздер іс орын жараттық, 100-ден артық іс орын жараттық, жұмыс орын жаратылды. Бұларға айлық бердік, обетін бердік, барып келуіні тәмінледік, автобустар қойдық, медицинаны бепіл қылып қойдық. Соның өзінде халықтың бір қысымы жақсы жасап басылады десек болады. Ішшілеріміздің балалары оқуға кіріп, контрактлары төленіп, магистратура бітіріп, қазір жақсы жерлерде 10 миллион, 15 миллион айлығы батыр. Тракторы бұзылып жатқан ішшілеріміз тракторларын ремонтлап қойыпты, арендаға беріп қойыпты. Магазинлер тоқтап қалғанлар магазин жүртіп батыр. Ұлым айтқанда, менімше өзімде сездім, что бәрібір халық үшінам. Енді әммеміз өтеміз, өткен кезімізде атымыз қалу керек деп ойладым. Әлбетте. Құры іслеп, ал не болды ал соңмен, қақап кетесің барлығын. Бұл жақсы адам еді деген... Қандай сөзбен естейтін? Ауа, осы мұқым шығар. Бұл жақсы адам еді деген сөз керек болған шығар көйлімнің төрінде. Айтады ғой, тек адамның жақсылықлары қалады деп. Бәлкі соның үшін шығар. Рас кеп. Сіз, менде бір қызық сұрау бар. Сол сайлау уақытында неше адам сізге дауыс берді? 5 кандидат, 5 партияның ішінде 82% дауыс жинаған екен мен. 82%. Қалған 4 кандидат 18% бөліскен. Сол сайлау округта 82% сізге дауыс берген. Сондай болған, енді бұған бірнеше себеп бар деп ойлаймын. Біріншіден жас депутатпын, екіншіден ауылда көп адаммен істескенмен, районда көп адам таниды. Һәм телевизияға да іс-білермелікпен көп шыққанбыз.
hamma жерде Нүкіс район деп көрсетілген. Содан кейін жүзімім танықлы болған шығар. Һәм мына халықпен ұшырасуда да hamma сол біздерге тиесілі ауылдармен ұшырасып шықтым. Сайлау алды ұшырасулар болады. Енді мен апуай тілмен сөйлеймін. Сайлаушыларға айтамын, мен сілерге аспандағы айды сразу бірден уәде бере алмаймын. Қолымнан келгенше жәрдем бере аламын. Мен қағаздан оқып тұрмаймын, өйтемен бүйтемен деп. Соның үшін ұсуаққа істелеген жұмысларымды айтып бердім. Содан кейін ауылдарда сенім пайда болды десек болады. Фермерлікке қалай кірдіңіз содан кейін? Қалай басланды? Фермерлікқа кіргеніміз сол 2017 жылларда, 2018 жылларда құрметті президентіміз именно экспортшыларға көп итибар қаратты. Жасыларға итибар қаратты. Іспілермен болсаң кредит керек па? Мә. Грант керек па? Мә. Шетелге жүк жібересен ба? Жүгіңнің 70% шығынын, то есть расход. Мысалы Италияға жүк жіберу 100 миллион. 100 миллионның 70 миллионға шекем қайтарып беріп жатыр. Сертификат аласаң 100-200 миллион тұрады сертификат. Мә, сертификаттың пұлы қайтып ал. Ешқандай салықлары пәс, жер салықлары пәс. Экспорт қысаң болды деген қарарлар шықты. Соған қатты қызықты. Менде бұл помидорға қалай кеп қалдың дейтін болсаңыз, біздің әкем Қадырберді Ниязымбетов 2001 жыл өзі халықара саудада істеп жүрген адам еді. 2001 жылдары сол итальянлармен танысып, помидор жұмысын басылаған сол кезде, 2001-де. Бірақ ол заманда экспортшы болсаң бопсаң, іспілермен болсаң бопсаң деп 2001-де басланған бизнес 2007 жыл тоқтап қалады. Бірақ тәжірибе бар. Папамыздың сол кезде тәжірибесі бар. Өзі фермер болды ма сонда? Өзі фермер болған сол кездері, помидор егіп білген, оны қақлап білген. 2008 жылдары тоқтап қалған болса, енді біздер ол кезде кішкентай баламыз ғой. Оқуды бітіріп, жұмысқа кіріп, соны істеп жүрген кезде келіп айттым папаға, папа басылайық, мынаны басылайық. Қиын балам, қиын жұмыс, мен көрдің ғой, мен Сені қап қойды да. Сенім жоқ. Сенім жоқ. Күйді да. Берекет тап. Сондай болып қалды. Содан кейін істемейміз деді. Істемейміз. Мен айттым, папа, міне мынандай жағдайлар бар, мынандай қарарлар бар, міне мемлекеттік қарарлар десем, ол қарарынша қала береді, ол істемейді балам, көпті көрдік, мен гәпімді тыңлай бер, мен жеген тұзымды сен жемей ақ қой, мен көрген қиыншылық сен көрмей ақ қой. Жұмысыңды істей бер, жақсы ғой, рауызданып отырсаң ғой, деді. Сонда да қоярға қоймай, заявлением жазып, жұмыстан шығып, Нүкіске келіп, ал папа мен келдім деді. Или есет бастан тұрып. Ондай есет бастанған жоқ еді. Соңымен рәшсіздіктен папамыз разы болды. 300 миллион кредит алдық. Содан басладық. Кредитпен басладыңыз ба сонда бизнесті? Кредитпен басладық. Кішкентай мағдарды. Енді жинап қойған 1-2 сом пұлымыз бар еді. Машинам саттым. Әйтеуір 1,5 кредит қылдым. Енді ол жерде үскіне керек емес қой. Ол жерде егін керек, жақсы сипатлы помидор керек. Видеолары тастап беру мүмкін, видеоларын осы жерге қойып өтсеңіз болады. Егер сізді помидор егіп экспорт қылыңыз келсе, комментарияда жазып кетің. Міне халықара иқтисади мунасабатты оқыған болсақ, инглиз тілін білген болсақ, демек маркетинг, оның барлығын оқығанбыз, үйренгенбіз, веб-сайт жараттық, сертификация қылдық. Веб-сайттан тысқары мәселен OLX-та, мәселен стакан сатқыңыз келсе OLX-ті қойсыз ғой. Сондай халықаралық Европейс, Alibaba, Organic Bio деген порталлар болады. Маркетплейслар болады. Осы маркетплейсте тек даналап сатпайсың, ол жерде 1000 даналап, тонналап сатылатын жер, һәм ол жерде B2B істейтін жер. Осы жерге кіру үшін халықаралық сертификатлар керек. Осы жерге кіру үшін өнімнің стандартқа жауап беру керек. Һәм затты ысбатлап болғаннан кейін сенің профилің ашылады ол жерде. Сенің өнімлеріңнің суретлері, видеолары, веб-сайтлары барлығы қойылады, һәм сертификатлар қойылады. Содан кейін уже почтаға хаттар кеп басылады, сөйлесіп басладық, үлгі жібереміз, бақа келісеміз, контракт түземіз.
Пұл түседі, жүк машинамен келісеміз, транспорт логистикаменен, оған пұлын береміз, жүклейміз, кетеді Италияға. Италияға қайтып кетеді. Өзбекстан, Қазақстан, Россия, Белоруссия, Польша, Германия, Австрия, Италия. Бұлай айланып барады. Неше мемлекетке экспорт қылады сонда? Қазір Италияға, Францияға экспортымыз бар, Японияға кішігірім экспортымыз бар. Міне кеше жақында Россияға кіріп басладық. Ұлым айтқанда, в основном Европаға істеп келдік, суаққа ішкем. Енді бүгінгі күнде бәрібір дүния саясаты өзгеріп жатыр. Бүгінгі күнде курсларға қараймыз, евро курс қандай болып жатыр, доллар курс қандай болып жатыр, российский рубль қандай болып жатыр. Себебі бір жылдары болған Түркияда сусыздық болған, Тунис, Мароккода көтерілістер болған, өнімге бақа көтерілген. Негізі ол жақта істеп шығара алмайды. Ол жерде үлкен істеп шығару мағдарлар негізі істеп шығарады, біздердің конкурент десек болады. Олар Италияға көп мағдарда сатады бұл өнімді. Тунис, Марокко, Турция. Түркия, Тунис, Марокко, Ираннан бар. Ираннан бар. Ава. 4 мемлекет бас со бәсекелесі. Сол өнімді істеп шығаруға ең үлкен конкурент біздерге солар болып есептелінеді. Бірақ біздердің сипатымыз жақсы, себебі біздер су бойы мемлекет емеспіз, құрғақлық Қарақалпақстанда. Біздердің Қарақалпақстан шариғаты, ықлымы, несі, құяшы, шамалы, ысылығы, ығалығының тәсілігі, климат десек болады, су затты істеуге жүдә қолайлы. Қолайлы. Мәселен, Түркия, Тунис, Мароккода помидорды құяшта 5, 6, 7 күн қақлайды. Біздерде 3 күнде қақлайды. Олар 7 күн қақлау үшін көбірек тұз береді. Біздер азырау тұз береміз. Тезірек қақлау. Содан кеп шығады сипат. Сипатлы болғаннан кейін біздерде білмеймін, итибар бересіз бе, бермейсіз бе? Ташкентте оқыдыңыздар ма сіздер? Жасадыңыздар, Мен өзім Ташкентте оқығанда нөкістің керек болса помидор қиярына ешкім жіберетін еді, көшін жіберетін еді. Мен көш отдельно. Ол не үшін жеріміздің клетчаткасы жоғары болғаннан кейін көшем, біздердің палыз мейвелерім бәрібір біздер үшін шірелі. Басқалар тана алмай қойсын, біздер үшін шірелі, мазалы. Көп шетелде жүрген балалардың хаммесі, көш деп айтамын. Қыздар хаммесі, көш, өнімлер хаммесі, ауылдікіне жетпейді деген. Өтіріктей болып түйіледі. Өтірікте түйіледі, бірақ оны итальянлар таналды. Итальянлар таналды. Келеді, ресторанға апарамыз, осы бірінші боп салат айтамын, специально салат айтқанда да помидоры бар салат айтамын. Помидор жеп көреді, мазалы екен дейді, местный помидорларымыз, қиярларымыз действительно мазалы. Һәм біздердің бәрі милли ауқатларымыз мазалы. Япониядан келген меймандар айтты, маған повар тауып бере аласың ба, Қарақалпақ милли ауқатларына дейді, күртік пісіретін дейді. Тауып бере аламын, проблема жоқ. Еш проблема жоқ. Қар үйде пісіреді ол біздерде. Құлас қалам, бұл жерге келіп, сол Япониядан Нагоя, Осака қалаларынан келген іспілерменлер біздердің ауқатларды жеп 2 күн давамында еліге ешкім жасып тұрады. 5 бармақ, күртік, біздердің күртік. Ауылдікіне жетпейді деп жазып кетің комментарияға. Өзі помидор қаме мемлекетте бар, дұрыс па? Ол не дейді, қақланғаннан кейін, құрытылғаннан кейін біздер білмей тұғын басқа пайдалы тәреплері бар ма? Әлбетте, ата-бабамыз неге табиғи қалында сатып алмайды? Бұл жерде екі не бар, екі себеп бар. Жақсы сауал бердің. Бірінші себеп, 12 кило помидор 1 кило қақ болады. 12 кило свежий помидор 1 кило қақ болады. Эконом. Енді транспорт эконом. Біздер 12 машин жүктің орнына 1 машин жүкпен жіберіп жатырмыз. Архив дейді ғой, рар архив. Осындай етіп жіберіп жатырмыз да. Бірақ бақасы 12-есе асып жатыр. Помидорды зиплап жатырсыз ба? Помидорды зиплап жатырмыз да. Енді шараитымыз бар, имканиятымыз бар. Бұл бірінші тарапы. Екінші тарапы, помидор пісіктің уақытында, мәселен біздер 50-60 гектар егетін болсақ, ол күніне 40-50-60 тонна шығаруымыз керек та, теруіміз керек. Ол базарға шығарып басасаң, базар сынып басылайды. Сынып кетеді базар, біздер шығарған шығынымыздан тікіле алмаймыз. Базарға шығарамыз, бірақ кішкентай мағдарда. 2%-ын шығарамыз да. Қалған 98%-ын неғымасақ, қайта істемесек,
базар сондай дәрежеге келеді, что атызда тұрған помидорды келіп бейпұл алып кетуге де тұрмай қалады да бақасы помидорды. То есть сондай дәрежеде бақа түсіп кетеді, что оны барып адамларға айлық беріп тердіріп, оны машинға жүклеп апараман деген шекем шығын шығады, сол шығынды қапламай қалады да оның бақасы. Сол себеп бұл іслеп шығару деп айтылады. Көп өнімді сөйтіп қайта іслеп сатса болады. Помидор бір хапте тұрар холодильникте, 10 күн тұрар, кейін ашып кетеді, солай ма? Қақланған помидор 18 ай тұрады. 18 ай. 18 ай сақлап, 18 айдың ішінде сатса болады. Енді бұның пайдалы жағын айтайын. Ата бабамыз помидорды қақлап жеген уақытында. Ол кезде томат паста деген ісленбеген. Томат паста қайнаған кезде 70-80% өзінің пайдалы витамин минералларын, хусусиятларын жойтады. Қақ помидор өзінде сақлайды, һәм және құяштан және дополнительно алады қосымша. Бұл помидорды біздерде ата бабамыз соны жуып, шайып, жылы суға жібітіп қойып, ауқатқа сап пайдаланған. Итальянлар бұны май менен приправалармен арқылы банкілеп, ол банкіде май менен приправаны өзіне тартып, бұны азанда нанның үстіне қойып жейтін ауқат. Паста есабында. 10 ауқатының 5-інде бар бұл өнім. 10 салатының 6-ында бар бұл өнім. Бұл айтқанда, біздер әзір 150 тонна істеп шығарсақ, біздерден 3000 тонна шығарып жатыр. 150 тонна істеп шығару үшін 1800 тонна помидорды қайта істеу керек. Ол ма 1 килограммы неше сом қақланған, құртылған помидор? Құртылған помидор $6 атрапында бар. $6. Шетелге экспорт қылынатын бақасы? Сол. Сол бақа ма? Нүкіске де сол бақа? Нүкісте оны түсінбейді. Түсінетіндер бар. 1 коробка, 2 коробка басып кетсе сатамыз. Бірақ оның менеті жоғары. Мәселен, бұл жерде ешқандай химиясыз жетістіруіміз керек. Пестицид, гербицидсіз жетістіруіміз керек. 200 адамға айлық беру керек. Содан кейін помидор қымбат болады. Свежий помидорды сатқымыз келмейді базарға, себебі өзін өзі ақламайды да. Содан кейін қақланғаннан кейін Европа базарына кетеді ол. Енді бұл жерде экспорт хақында бір зат айтып өтуім керек. Не үшін экспорт деп тұрды мемлекетіміз? Не үшін экспортқа шығаруымыз керек дейді. Экспорт экономикамызға жүдә жоғары тәсір көрсетеді, үлкен ахиметке ие. Себебін айтайын сіздерге. Міне азыр көріп отқан халқымыз айтуы мүмкін. Көп комментарийді көремен. Ауа әммесін сата берің, ауа шығара берің дейді да. Қамасын өздерімізге есат қамасын дейді да. Бұл жерде бір затты торы түсіну керек. Бір өнімлер болады. Мәселен, гүрш біздерде не үшін экспортқа шықпайды? Себебі шетелде гүрш арзан. Дүния базарына кіру аңсат емес. Дүния базарына қымбатшылық деп ойламай-ақ қойың. Дүния базарында біз кебі мемлекеттер көп арзан өнім шығаратын. Сен оған арзан бермесең, басқа арзан береді. Соның үшін дүния базарына кіру үшін өнімді бақасын түсіру керек. Бұл бір. Екіншісі, ұлым айтқанда, экспорт экономикамызға қандай тәсір көрсетеді? Бұны хәзілмен түсіндіріп берсем болады. Доллар өсіп баратыр дейміз ғой. Доллар қымбат баратыр дейміз ғой. Негізі сомымыз арзанып жатыр да. Инфляция дейді. Ол табиғи хал. Бірақ сол инфляциямыздың темпіні азайтыру үшін халықаралық саудада экспорт бар, шетелге сату, һәм импорт бар, шетелден алып келу. Экспорт қаншалықты жоғары болса, милли валютамыз күшілі болады. Милли валютамыз күшілі болған сайын доллар қымбатпайды. Біздерге тиесілі. Енді содан кеп шыққан халда хәзіл. Базарға барып, енді хәзіл болғанда хақиқат сат. Бір кемпір апа бір шелекте 20 мәйек сатып отқан екен, үйінің мәйегі да. Неше сом десе 1,5 мың деген ғой. О, не қымбат десе, доллар қымбатты ғой деп айтады дейді. Ол долларға не қатынасығы бар? Негізі қатынасығы бар. Осы апайдың үйінде жетістірілген мәйегі, тауықтың мәйегі, долларға қатынасығы бар. Себебі ол әйел үстінде киімі. Мына киім, мәселен, білмеймін қаяқтан шыққан, бәлки Өзбекстанда істеп шығарылған шығар. Өзбекстанда істеп шығарылған болса да, бұның киімінің үскінелері шетелден келеді. Ол валютаға келеді. Ол апайым киіну керек.
тауыққа дән береді. Дән техникамен жетістіріледі, олмен жетістіріледі. Олам бәрібір доллармен бағылық, ауыл қожалығам доллармен бағылық. Ол апаям жеп ішу керек, ол апаям үйіне телевизор алу керек, ол апаям үйіне холодильник алу керек, оларам долларға береді. Содан кейін бұл экономика қосылып көтеріледі. Ол апай өзінің жаңағы сатып отқан маегін бәрібір қоңсыларға да қарап сатады. Соның үшін көтерілсе қосылып көтеріледі да. Ұлыма айтқанда, әмме зат доллармен бағылық, әмме зат валютамен бағылық болғаннан кейін экспортшыға жәрдем беріп жатыр. Енді не үшін экспортшы неге жәрдем беру керек, басқа іспілермен не деген сауалға жауап берсе болады бұл жерде. Экспорт қылу аңсат емес. Рақабат дейді, конкуренция дейді, аңсат емес ол конкуренция қылу. Себебі біздер Өзбекстаннан Италияға жүк жіберу үшін 100 миллион пұл жұмсаймыз. Жол керек еді, жолына да, транспортына. Түркия $1,500 20 миллион соммен апарып береді. Су бойлап апарып береді. Су бойлап. Біздер неше мемлекет әлем өтеміз, транзит пұл төлейміз, жолларға пұл төлейміз. Содан кейін экспорт болу керек болғаннан кейін, басқа сөзбен айтқанда, мәселен, Нүкістің ішінде номер 1 магазин. Ол Нүкістің ішінде. Олимпиадада да, жарыста, мәселен, спортта, каратеда баста районлықты ұтасаң, кейін қалалықты ұтасаң, кейін Қарақалпақстанды ұтасаң, кейін Өзбекстанға шығасаң, одан кейін барып Олимпиадаға шығасаң. Солай ма? Экспорттан олимпийский товар десек болады. Әммесіні уже көріп, шет елге саттың деген гәп, сенің өнімің Италияға өтті деген гәп, Түркияның өнімі Италияға өтпеді деген гәп та. Ол үлкен гәп негізінде. Ава. Бірақ былай қарайтын болсақ та, растан біздердің ұлыма жасап отырған жеріміз Орайлық Азия суға жақын болмағаннан кейін, негізі қайсы мемлекеттерді қарасақ, рауажданған дейді ғой мемлекеттер. Америка құрама штаттарын аламыз, Европаны аламыз, Қытайды аламыз, Қытай, Японияны аламыз, Гонконг, сондай жерлерді алсақ, әммесі су бойында жайласқан да. Хам сауда сатық жеңіл да ол жерде. Негесең су жолымен барады. Берекет табың. Содан кейінім сондай да. Ұлым айтқанда экспорттың ахеметі жүде жоғары. Сол себебім экспортқа етібар беріліп жатыр. Бірақ сол Қарақалпақстан шариғатында экспорт істеу растан қиын. Неге десең, ең қиын заты бұл бәрібір транспортировкасы. Соған қарамастан бәрібір сіз істеп жатырсыз. Менде және бір сұрау, бұл тек маусымлық бизнес па, яғни сезонный бизнес дейміз ба, я болмаса сізде ысханалар бар ма? Әлбетте, ысхана болғанда ысхана бар. Бірақ біздер февральда жұмысты бастаймыз, февральда нәл таярлаймыз. Басқалар ашық далаға тұқым тастап атқанда, біздер нәл шығарамыз. 40 күн, 45 күн ұтамыз да алдынан. Себебі помидор пісіп үлгеру керек, біздер оны теріп, қақлап үлгеруіміз керек. Қанша уақыт кетеді помидордың пісуіне? Қара, февральда тұқым тастасақ, апрельдің ақырында, майдың басында нәл шығарамыз ашық далаға. Апрель, май, июнь, июльдің ортасына шекем жетістіру. Суғару, төгін беру, кеппен беру, тазалау жұмыстары болады. Июньнің ақырынан баслап помидор піседі. Июньнің ақыры, июньнің 20-сы десек, июньнің 20-сынан баслап, август, сентябрь, құдай берсе, октябрьға шекем. Бұны теріп, жуып, кесіп, тұзлап, қақлап, коробкілейміз. Тынбай. Ноябрьде уже тоқтатамыз, тазалаймыз. Ноябрьде бұны сүреміз, тегіслейміз, жерлеріміз таярлаймыз. Ноябрьде декабрь айы суғару. Қысқы су келеді, декабрь айында суғарамыз. Бір жағынан экспорт жұмысларын басынады декабрьде. Декабрь, январь экспорт болады, февралям экспорт болады, бір кездер марттам экспорт болады, өнім көп болса. Бір тараптен уже январь, февраль кейінгі сезонға таярлық бір тараптен. Солярка сатып алу, о сатып алу, тұқым сатып алу, пленка сатып алу, хоз товарлар сатып алу, трактор ремонтлау. Соның мен мартта қайттан егін бастанады, марттың басы, февральдың ақыры. Қарап отырсаңыз, мәусіми, бірақ басқа жақтан қарасаң, жыл бойы тынбайсаң да, жыл бойын әйтеуір жұмыс тынбайды. Мынауам қыласаң, мынанам қыласаң, әйтеуір жұмыс тынбайды, олмай айтқанда. Сіздің фирма дейміз ғой, биокөмір. Фермер қожалығы деп айтады. Фермер қожалығы. Олма мен бұл тарауға оншелі алдын қызықпағанмын, оншелі информацияға ие емеспін. Сіздердің Қарақалпақстанда басқа конкурентлеріңіз бар ма?
Айне усы тарау боюнча. Қақланған помидор Ооба. боюнча ма? СНГда бұндай сипатпен шығаратын жоқ. Бұндай объемда, бұндай үлкен неде шығаратын жоқ. Өзбекстанда шығаратынлар бар, кішігірім. Олам Алайский, Ташкентте Алай базарына барсаңыз, мынандай жіп келдіріп қояды. Олам 1 тонна, 2 тонна. Бірақ сізде профессионал дәрежесінде. Әлбетте, біздерде халықаралық сертификатлар бар. Франциядан ISO 22000 сертификаты бар, кошер сертификаты бар, органик сертификаты бар. Шет елден, мәселен, ол ISO деген сертификат біздерде сондай дәрежеде барлық тәртіптестірілген. Тұқымнан баслап, жүкті жетістіріп беремен деген шкем журналларға көрсетілген. Лот системасы қойылған, har коробканың өзінің номері бар. Мәселен, Италияға жүк жетіп барып, Италиядағы клиент ашып қараса, ішінде помидор көмей қалған, көгерген, дузы аз болған болса, клиент звонок етеді, айтады, сен дейді, пәлен лотыңдағы коробка ашыған дейді. Сондай болған ба? Ондай болмаған. Ондай болуын алдын алу үшін жауапкершілікті бөліп қойыппыз да біздер. Қараң. Мәселен, осындай деп біздерге жалобы кетсе, осы лотты қараймыз. Осы лотты, значит, ізге қайтамыз. Бұл лот қашан холодильникқа келіп түскен. Ол лотты кім қадақлаған? Қадақламастан алдын кім оны тексерген? Тексерместен алдын кім оны қақлаған? Қақламастан алдын кім оны кескен? Кім оны тұзлаған? Одан алдын ол қайсы складқа қашан помидор теріліп келген? Одан алдын қайсатыздан терілген ол? Одан алдын қайсы бригадир оны терген? То есть біздер Италияда сатылған өнімді осы зәнжір дейді, шынжыр дейді, осы шынжырды біздер ізге қайтып көре аламыз. Егер дұрыстап тұзланбай қалған болса, кім тұзлағанын көре аламыз. Содан келіп шыққан система бар. Бұл ISO 22000. Азық ауқат қауіпсіздігі системасы. Осындай стандартпен істеп жатырмыз, содан кейін Европа базарларына кірсек болады. Тек өзіңізде бар ма? Қарақалпақстанда сондай сертификат, басқа өздеріңіздің Органик деген сертификат, халықаралық жоғары дәрежедегі органик сертификат Өзбекстан бойлап 2-3 карханада бар. 2-3 карханада бар. Органик деген табиғи деген, химиясыз деген. ISO деген бар шығар бір жүзлеген карханада. ISO 22000 деген бұл азық ауқат қауіпсіздігі деген. Ондай сертификатлар бар шығар. Бірақ көбісі істеп жатырғанлар сонда милли сертификатларды алады тек. Милли сертификат алады, енді ішкі базармен істейді де көбінше. Ішкі базармен. Экспортшы көп емес. Бұл бизнесті басламастан алдын сізде негізі тәжірибе болған ғой, бизнес бойынша. Басқа бизнеслар істеп көргенсіз ғой. Ол кішігірім бизнеслар болған. Более серьезный бизнес дейтін болсақ, бұл 2006 жылдары мектеп уақытында игровой клублар, ксерокопия, сканер, принтер, интернет-кафе, пайнет жоқ еді ол кезде. Жоқ еді? Пайнет жоқ еді. Құласы сол ксерокопия, интернет игры, Battle.net, анау-мынау. Құласы папамызда сол кезде пұл бар еді. 15 миллион сом пұлды қоймадым, бер, соны ашайық деп. Бір жылда жауаман дедім, бірақ оны 5,5 айда жаудым. Сол пұлды. Дальше іследік, соның менен нормальный пұл таптық ол кезде. Айлықлар, сол кезде айлықлар 150-200 мың еді. Нормальный айлық деген да. Орташа айлық. Орташа айлық, күнде істейтін едік сол пұлды. Бір күнде табатын едік. Сол болды да. Себебі ол кезде ондай игровой залдарым жоқ еді. Өзі 15 компьютер бар еді. Ұсыннан бастанды. Сол кезде пұлдың расходсыз 150 мың ба сонда сол уақытқа, расходпен қосып па? Енді сауданы айтаман, бірақ расход ол жерде ондай көп емес еді. Тоққа расход кетеді болғаны. Сол папамыздан алған пұлды сол 6 ай, 6,5 айда тіклеп қайтарып орнына қойдық. Қалған пұлды жинап машинала жақ едік. Оң менен папамыз айтты, егер контрактқа кірсең, құласы жауып тастады, таярлық қылу керек болды, дипломатия көру керек болды. Оқуыңды оқып аладың. Бірінші жыл кіре алмай қалдым осының кесірінен. Кейінгі жыл бюджет болып көрдіңіз, Яқ, кейінгі жыл контракт, енді сол жерінде қызық қап бар. Бірінші жыл кіре алмай қалдым, папамыз айтты, сен деді, Нүкістегі экономфакқа тапсыра берді. Яқ, барып өзім кіремен дедім. Екінші жыл қайттан таярландым, ана бизнесті жауға тура келді, таярлық қап кетті да. Таярланып, контрактқа кірдім 203 балменен. Сөйтіп 203 балл. 203 балл, 34, 24, 3 пәннен. Математика, английский, русский еді ғой. Соң мен машина алмайсың контрактқа төлейміз дейді. Соң жоқ, машина жоқ.
сондай қызық болды. Бірақ ол бәрібір машинадан көрі сол білімге тіккен пул. Әлбетте енді біздер балалығымызда ондай озатларға этибар бере бермесек. Ойламайды. Азыр балаларға айтасаң, інілерімізге, жиенілерімізге оқы десең түсінбейді. Біздерге де айтқан ғой себебі. Біздер бәрібір har затты түсіну үшін өзінің дәуірі келетін шығар. Уақыт жас керек шығар. Біз білеміз, бүгінгі күнде көпшілік жастар дерлік өз бизнесін ашуды қалайды. Сол жол жоба көрсетің, не болмаса менде мынандай бизнес идея бар, зор, сізге ұнады, инвестор бола аласыз ба? Қандай жәрдем көрсете аласыз? Ұлы ма бүгінгі күндегі бизнесқа қызығатын жастарға? Енді инвесторлық қылдық. Ондай үлкен суммада емес, бірақ қылдық. Қандай бизнесқа? Мунсинема кинотеатры. Сіз инвесторсыз, өзіңіз текаршы емессіз, оған? Яқ, болған текаршы болғанда бұл жерде инвестиция кірттік. Ол семейный бизнес десек болады. Біздің жиенім соны ашайық деді. Сол кезде қарар шықты, қыз кеткен бойында, сол достық каналы бойында күйеулі жерлер ашылу керек деген. Ол бір жағынан маған іспілермен болғаннан кейін мағанам тапсырылды, бір жағынан бұл ұсыны қылайық деп қалды. Сол кезде сәл инвестиция қылдық, жол жоба көрсеттік, ол жүріп кетті. Бұлайынша қазір ондай етіп көп пұл сарфылап инвестиция қылатындай дәрежеге бос пұлымыз жоқ. Бизнесменнің бос пұлы тұрса, ол жақсы бизнесмен емес дегенде. Бизнесменнің бос пұлы тұрмау керек, постоянно айланып тұру керек. Біздерде елі алдымызда қойылған мақсатлар көп, содан кейін өзіміздің пұлымыз өзімізге ауыспай жатыр. Бірақ әлбетте жастармен істеп жатырмыз. Бизнес клуб аштық. Қазір бір жылдан астам болды. Бірнеше 100-ден артық баланы оқыттық. Бейпұл 2,5 ай давамында. Ол жерде мен кебі іспілерменлер келіп өзінің тәжірибесін үйретіп жатыр, өзінің карханаларына апарып жатыр. Мына вилаятларға апарып карханаларға саяхат қылып жатыр. Банклар келіп, бұлардың ұлыма презентация қайтып даярлау керек. Бухгалтерия қандай, ұсындай 2,5 айда білім алып жатыр жастарымыз. Бейпұл, Бейпұл, әлбетте бейпұл. Хам соны бітірерде банкирлар келіп, жеңілдестірілген кредитларды беру үшін бұлардың идеяларын көріп, бизнес проектлерін көріп, солар жәрдем беріп жатыр. Хакімліктермен байлап жатырмыз, министрліктермен байлап жатырмыз жастарымызды. Грант беретін шөлкемлермен байланыстырып жатырмыз. Бизнесті ашып болып, бәрібір мына жерден жер ала алмай жатыр манаға, неғсақ болады дегенлер бар. Яки мына құжет бітпей жатыр дейтіндер бар. Уже мен ол жерде депутатлық вакалатыммен жәрдем беріп жатқан жерлерім болып жатыр. Айрықша атап өту керек, сол нәрсені сол елде тәжірибе алмасу мақсатында вилаятларға саяхатлар шөлкемлестіріліп жатырғаны. Мен жеке өзім білмей қойдым, көпшілік істеп шығарулар Самарқандта екенін. Хотя киім джинсиларымыз сол Самарқандта істеп басқа жаққа экспорт қылынады екен. Деп айланып, Америкадан аяқтан айланып, және өзімізге келіп. Қызық жері мен бір танысым айтып еді, Америкаға барған, Нью-Йорк қаласына барған, Нью-Йорктың енді өзіне сай I love New York деген футболкасы бар. I деп қояды, жүрек қояды, N мен Y деп қояды. Соны алдым дейді, қарасам дейді, Made in Uzbekistan деп қойыпты дейді. Біздер соған келатырмыз әстен. Қуаныш қой. Қуаныш. Ол да ешкеп Gloria Jeans, Zara дегенлер бар ғой, мәселен біздер сол бренд деп аламыз ғой, олам осы Өзбекстанда істеп шығарылып жатыр. Навайда Nike, оригинал Nike деген кархана бар ал. Кархана. Оригинал Nike дегеді. Бірақ оны ішкі базарға сатпайды, Nike-тың заказымен алады, Nike өзіне сатып алады. Ішкі базарға сатпайды. Ол шет елдерде, басқа жерлерден тек ала қоймасаң, өзлеріміз ала алмаймыз оны. Астен біздердің мемлекетіміз экспортер мемлекетке айланып жатырды деп айтсақ болады. Әлбетте. Бұл жүзде қуанышлы. Бірақ қайтып айтсақ болады, сол бизнес-клуб жойбары ұлыма эффекті бар екен. Эффекті бар. Эффекті болмау мүмкін емес еді ол. Эффекті бар ма екен деп ойлап отырғанымыз жоқ оны. Себебі реал істеп тұрған карханаларға барып нені үйреніп жатыр балалар. Балалар біріншіден біз кебі жол басып өткен іспілерменлердің қиыншылықтарына, қателеріне біліп жатыр. Өзінің қызыққан карханаларына барып қалай істелініп жатыр, бастан аяғына шекем үйрену имканиятқа ие. Сөйтіп ең басылысы бұл жерде көз үйренеді. Болар екен ғой дейді. Қаяқтан бастайды, ақырынан бастаймыз ба, алдынан бастаймыз, біреулер ортасынан бастағысы келеді.
бәрібір жаңағы тәуекелшілік пен сәбір дейміз ғой. Дария мысалына келтірсек, дарияға секіріп түсу керек баста, ары жаққа жүзіп өту керек та. Дарияға секіріп түсу үшін тәуекелшілік керек, дарияға секіресің. Сөйтіп жүзу үшін сәбірмен жүзесің. Сәбірің болмаса ығып кетесің. Сөйтіп шығып қаласың қайттан да. Бұл бизнес клуб осы дарияға 1000 мәрте түсіп, ыққан жерлерін айтып, дарияның астында бір жерде трубалар бар, бір жерде қиықлар бар, мынаны абайлап бүйтіп жүзіп өт деп айтатын ұстазлары бар да. Содан кейін мен ойлаймын, бәрібір аңсатырау болады деп ойлаймын. Бұл іспілермендерге, бұл жастарға іспілермен болу аңсатырау болады деп ойлаймын бизнес. Сол үйренушілер арасында банктермен көпір вазипасын атқарып жатырбыз. Сол керек болса жеңілдетілген кредитлер, грантлар бар деп айтасыз. Улума өзі бизнесті нөлден бастау үшін кредит алу қай дәрежеде дұрыс? Енді кредитті алып пайдаланып білу керек та. Мәселен, бір адам өз пұлыменен үйінде сомса пісіріп сатып жатыр, мысалға, сомса пісіріп сатып жатыр, күніне 100 сомса пісіре алады. Үйінде кішкентай пешкісі бар, 100 сомса сатып жатыр. Бірақ постоянно сомса жетпейді. Талап көп. Һәм өзінің шәкіртлері бар. Сомса пісіретін де қасында. Шәкіртлікке басқа қызларым келгісі келеді, бірақ орын жоқ. Сомса өтіп тұрыпты. Аты бар. Неге ол кредит алып, кархана қылып айландырмайды оны? Неге үлкен печка сатып алмайды? Біледі, что, мәселен, 100 миллион кредит алды ма, жылына 15% қосып қайтару керек па? 115 миллион қылып. Бұл көріп тұрыпты, что хақиқаттан жауалады. Анық жауалады, өтіп тұрыпты, істеп тұрыпты. Сол жерде неге тәуекел етіп көрмейді? Ол кредитсіз әстен 100 миллионды істеп тауаман деген шкем, ол конкурентлер басқа карханалар ашып беруі мүмкін. Уже оның саудасы қайтып қалуы мүмкін. Ол заман бір жерде тұрмайды ғой. Содан кейін, егер өзінің істеп жатқан жұмысына сенім болса, кредит тезіру жетуге жәрдем береді негізі. Бірақ еш-сәтті білмей, еш-сәтті істемей, көрерміз деп кредитті алып, сөйтіп жауылғанлар көп. Кредитті алып, мақсатсыз пайдаланғанлар көп. Ұлым айтқанда кредитпенен пайдаланып білу керек деп ойлаймын. Алу керек, бірақ пайдаланып білу керек. Алу керек, бірақ пайдаланып білу керек. Егер пайдаланып білмесе, алғанның пайдасы жоқ. Мақұл. Не деп ойлайсыз, бүгінгі күнде сол халық арасындағы, жастар арасындағы сізді ойландыратұғын, қинайтұғын машқалалар бар ма? Машқалалар бар, бірнеше машқала жетерлі. Бірақ ең басты машқалалардан бірі бұл Өзбекстан республикамыздан білімлі, ақыллы, талантлы жастарымыз, жас өкілдеріміз шетелге кету болып жатыр. Отток мозгов дейді, то есть біліммей кетіп жатыр. Енді бүгінгі күнде ол кету азайып, азыр қарарлар шықты, мәселен шетелдерде оқыған, білімі, профессорлар, айлықлары уже қайерде істесем, айлықлары 2 есе, 3 есе болып, уже бұны қайтарудың лайсын қылынып жатыр. Бәрібір қайыққа барсаң, өзіңнің үйіңдегідей болып жаса алмайсың. Қайыққа барсаң, сен иностранецсің, қайыққа барсаң, сен мигрант деген аталасың. Өзіңнің үйіңде арқайын ұйқылайсың ба? Ұйқылайсың. Сондай. Соның үшін содан кеп шыққан халда біздің баяғы бір профессор айтып еді, мұғалім Ұлғыбек Атабаевич Хасанов. О Хасановам көп заманларды президенттің жәрдемшісі болып істеген адам, біздерде дипломатияда сабақ берді. Соның қапы миыма құйылып қалған, сол мұғалім айтқан. 5 жылдан бері айлық алмаған да, кассада жиналып тұра берген. Істеп атқан жұмысына. Сөйтіп, барлығы пұлын жинап, Америкаға пұлын жіберіп, сияқтан кітап алдыраттаған библиотекаға тапсырады. Сөйтіп, бір оқушылардың біреу сұрайды, аға, не үшін ондай еттіңіз, не үшін істеп атырсыз дейді. Сөйтіп, мұғалім айтады, жаңа қапты айтады да, шет елде бәрі өзіңнің үйіндегідей бола алмайсың. Хақиқат бұл біріншісі, екіншісі, осы жерде жасайды екенмен, осы жерде өседі екенмен, осы жерде өнеді екенмен, біздің балаларым, біздің ақылықларым, біздің шаулықларым осы жерде қалады екен. Ертең біздің ақылықларым осы экономикада істеп атқан кезінде, сілер осы экономиканы басқарасылар деген.
Сілер жақсы басқарсаңлар, осы балаларым жақсы жасайды. Сілер жаман басқарсаңлар, осы балаларым жаман жасайды. Соның үшін ана кітапты сілер оқың. Сілер басшылығыңызда, сілердің басшылығыңызда экономикамыз жақсы рауаждансын. Менің ақылықларым, шаулықларым, кейінгі поколенияларым жақсы жасасын деген. Әркім өзінің үлесін қосу керек деген. Сол себеп оны түсінетін бар, түсінбейтін бар, білімі бар, ақылы жоқларым көп. Содан кейіннен бәрібір біздерде мемлекетімізден шетелге кету жағдайлары көп. Бірақ бір зат қуантырады, кетіп қайтып келгенлерім бар. Біліп, үйреніп, қайтып келіп, осы жерде инвесторлар алып келгенлерім бар. Сол қуантырады. Сол машқалаларымыздың, менің ойлантыратын машқалаларының ең басысы десем болады. Бұл мысалы жүда андай рухландырады екен да. Неге десең, растан бұндай дәрежеде ұзаққа қарайтын адамдар шеңді. Бұндай вақияларым әлбетте енді кішкене машқалы көрінеді да, өзі деп қаратпайсың ғой. Бірақ растан бір тараптан қарасаң, өзінің 5 жыллық айлығын алып, несіға жұмсадың десе, кітапқа жұмсадың десе, қан адамдар не үшін кітапқа жұмсап отырыпты деген сұрау келеді. Студентлер түсінбейді. Бұлай қарасаң, растан бұл ұзаққа қаратылған бір шешім да. Тура. Келешекке. Тура. Келешекке осы жерде жасап өскен, кіндік қан тамған жер дегендей, осы жер рауажлану керек. Себебі өзіміздің жеріміз, өзіміздің территориямыз, өзіміздің халқымыз білімлі болмаса, рауажланбаса, бәрібір қалып кете береміз астен. Рауажлану үшін, білімлі болу үшін сіз жақсы көрген 3 кітап, топ 3 кітап. Алишер Наваи, Ажинияз, Бердақ бабаларымызды оқыңлар. Мына Вахидов, Хашимов, өзбекше нелер бар. Транспорт. Бұл хаяти, бұл өмір. Сондай кітаплар жақтыраман. Бұл бір ақыллы адамның, бір генийдің өмірдегі көз қарасын кітапқа салып кеткен. Ол бір өмір жасаған уже. Енді расын айтқанда Думай и богатей, жаңағыдай Атлант расправил плечи, Айн Рэнд, Киясаки. Мен ондай кітапларға қызықпаймын. Русский классикаға қызығамын. Грибоедовтың «Горе от ума» ең көп оқығаным. «Капитанская дочка» қызыққаным, Александр Сергеевич Пушкин. Жаңағыдай 40 күнде байып кету деген кітаплар, ол байып кеткісі келген, бірақ байып кете алмаған адамлардың жазған кітабы. Олар кітап сатып баюдың мақсат қылған. Болған. Ондай кітапты оқудың пайдасы жоқ. Соның үшін мен айта алмаймын, что мына кітапты оқысаңлар, іспілермен болып кетесеңдер деп айта алмаймын. Солардың керек болса сказкадан хаяттағы болатқан затларыңызды, балалығыңызда оқыған сказкаларды қазір оқып қарасаңлар, басқаша түсінесіздер оны. Растан. Басқа көз қараспен уже мәнісі шұқырласып кете береді екен ар жағына. Соның үшін ұлым айтқанда кітап оқып тұру керек. Егер сізде осындай сұрау бар болса, сол заманда адамлар қалай жасаған екен, сол заманның кітабын оқып көрін құрым. Сөйт білесіз, қайтып жасаған екен. Дұрыс. Біз білеміз, Шерзат, сіз психологиялық тараптан күшлісіз. Келін осы жерде балалыққа қайтсақ, олма рус тілінде айтқанда детская травма дейді ғой, балалық травмасыға көз қарасыңыз қандай? Сізде болған ба сондай балалықтағы травмалар? Балалық травма деп, енді әлбетте балалық травма болады. Балалық травма ол бір өмірге керек болса жолдас болып қалатын зат. Обычно психологқа барсаң, сол балалығын сұрай береді ғой. Балалық көп затқа тәсір етеді. Балалық көп затқа тәсір етеді. Енді балалық травма бар зат. Қазір көп жасылар үйленіп, өзлері бала, бірақ балалар тәрбиелеп жатыр. Өзлері бала болып тұрып, ұрсады, балаға бәрібір жаман тәсір көрсетеді. О бала ұрсқақ болмай қойсын, о бала қысылып қалған болуы мүмкін, қорқақ болуы мүмкін, дух болмауы мүмкін. Не дейді, бәрібір тәсір қылады. Бірақ өзіме келіп айтатын болса, менің психологик травмам болмаған. Болмаған ба ол?
болмаған, бірақ оны травма деп айта алмаймын. Балалығымда қылған қылмысым елге дейін қатты ядымда. Бір қылмысым. Қандай? Сол бірінші класс, екінші класс кезімде сол көшеде ойнап жүреміз ғой. Көшеде жораларымызбен ойнап жүріп, бір жорам айтады, паркке барайық дейді. Мектеп жоқ күн еді, 6-шы күн қала күн паркке барайық дейді. Әдімде жоқ, 6-шы күн шығар. Паркке бару үшін рұқсат сұрау керек, бәрібір. Рұқсат сұрағаннан кейін енді бір жаққа кетесің ғой, үйдің қасында ойнасаң, кішкентай кезіңде бір жаққа кетуің керек. Сөйтіп үйге кірдім дағын, енді көшеден келген бала үсті кір. Мен мамамды алдадым да. Мама дедім, Тимур жорамның туылған күніне шақырып жатыр, туған күнге баруым керек дедім да. Қау дейді, қашан баруым керек, қазір баруым керек. Айтпайсам ба күні мен не жүрсен көшеде деп, ішке кіргізіп, шомылтырып, жуынтырып, таза киімдерге үтік басып, киінтіріп, үстіме дөкейлер түсіп, қолыма 200 сом пұл беріп, маңлайымнан сүйіп, үйден шығарып жіберген ғой. Барып қайта қой деп. Мен паркке бара тұрман ғой. Мен алдадым ғой. Мамамды алдадым. Қане паркке бара алсам, қане жете алсам. Сол жораммен бара тұрмыз. Ярым жолдан қайтып келіп, үйге келіп, мамам құшақлап жылағанмын. Мен алдадым. Мен негізі сондай дәрежеде тәсірленгенмен де енді. Жолда иман оянып кеткенде паркке бармай тұрды. Иман оянғаны ол жолда емес. Иман оянғаны мамам мені өйтіп киіндіріп, бүйтіп жуынтырып, киіндіріп, асығып, сөйтіп мені кеш қалмай барсын деп харекет еткен кезінде иман оянды. Мен уже жолда жылағым келіп бара тұрды. Екінші класс осыда түсін жүрген болсам молодец. Үйге қайтып келіп, осы пұлды беріп, бармаймын еш жаққа деп, жорам менен ұрысып қалды. Сол случай болған, бұны травма десеген болады. Енді травма болғанда ол маған бір жаман тәсір көрсеткен жоқ деп ойлаймын. Сабақ есабында. Сабақ есабында бұл болды деп ойлаймын. Бұл айтқанда сондай. 7 жасы Шерзатты көргеніңізде, қазір сол 2-ші класс емес, 1-ші класс Шерзатты көрген кезіңізде не айтқан болар едіңіз? Паркке баратын кезде. Биткоин сатып ал деп айтар енді. Енді қазір ол кезде ол бала биткоинді қаяқтан түсінсін. 7 жасар Шерзатқа әлбетте түсінетін зат айту керек шығар. Түсінетін зат айту керек шығар. Бәлкім Иссаттан қорықпа деп айтатын шығарман сол кезде, сол балаға. Иссаттан қорықпа, әммесі жақсы болады. Харекетіңді қыл, тәуекел қыл, Иссаттан қорықпа. Енді ақты қарадан айыр деп айта алмайсың, баяғы бір болған уақияларға ұқса, ол түсінбейді. Ата-анаңды тыңла, атаң айтқан қыл деген ол онсақ айтқан қылғамыз деп ойлаймын, онсақ ұялтырмағамыз деп ойлаймын. Бірақ айтатын затым қорықпа Иссаттан. Барлығы жақсы болады, Иссаттан қорықпа деп айтар едім меніңше. Қайсы қылған ісіңізден өкінген болар едіңіз? Өкінесіз осы уақытқа шекемге? Алдыңғы болған ісімде ма? Қазір сол ер жетіп, өзіңіздің аңғаған Шерзат сыпатында. Өтмішке өкінбеймін ешқашан. Бәлкім деп айтамыз ғой, бірақ болады ғой бәрібір. Болады. Бірақ өкінбеген тура деп ойлаймын. Себебі қылған қатеңді қайталамасаң басқа гәп. Қылған қатең ол сабақ есабы болады. Сол сабақты қабыл ету керек деп ойлаймын. Себебі өтмішті өзгертіп болмайды. Өкінгеніңмен арқаға қарай бергеніңмен оны өзгерте аласың ба? Қылған қатең туры, бірақ ол қатеңді қайталамасаң жақсы деп ойлаймын. Өкінген затым жоқ, әмме зат Құдайға шүкір деймін, шүкірлік етемін. Меніңше өзге қарау, өкіну ол тек адамның психологиясына жаман тәсір көрсетеді, зиян келтіреді, бірақ пайдасы жоқ. Қылдың қате, сабақ алдың, шешімін қылдың, болды. Демек, бір сұрауларды басылсақ та болады. Тез һәм анық жауап беруіңіз керек. Телефоныңыздың экранында тұрған сурет қандай? Телефонның экранында айфонның завасы көрсетіп тұрды. Қиын уақытта кімге бірінші қоңырау етесіз? Папама, барына шүкір. Қайсы байрам ұнайды? Наурыз. Тойыңыз болған күн қайсы?
25 май. Қалтаңызда, жаныңызда қанша пұл бар қазір? Наличка жоқ. Пластикте ма? Пластикте. Пластикте қанша бар? Айта алмаймын. Қызықтағанда. Айта Сол алмаймын. менен сұрауда ол. сол 1,5 миллион түсу керек еді. Азыр 1,5 миллион түспей жатыр, түссе болады. Өтеміс па есап па есап емес па? Есап. Аха. Демек, анаңыздың туылған күні 22 февраль. қайта айландырып көретұғын фильміңіз. Список Шиндлера. Шиндлерс лист. Ақырғы уақыттағы сіз қапа қылған инсанның аты. Енді білмеймін, енді көз алдыма келді. Енді қапа қылғанда ана не шығар? Кеше жақында болған вазият. Шопыр, машинның шопыры, жүк машинның шопыры. Қапа қылғанда біліп қапа қылғам жоқ, іркіліп қалды. Кешірім сұрадыңыз ба? Кешірім кешірім сұрайсыз ба? Кешірім сұрадым, әлбетте. Мен Мен өзінен кешірім сұрадым, басылығынан кешірім сұрадым, себебі мен себеплі хужетлер бітпей қалды. Ол қапа болғаны қап кетті. Бір күн қап кетті. Қапа болған шығар. Түсінікті. Өзіңіздің мақтайтұғын тарихыңыз бар ма? Сондай қасиетіңіз. Мен мына тарихыммен мақтанамын дейді. Енді адаммен келісушілігім шығар, келісе аламын адаммен. Іспілермен бола ма, саудагер бола ма, не болса да, әйтеуір тілін тауып аламын, сөйлесе аламын, келісе аламын. Коммуникабельность десек болады. Шыда жайып, бұл ең кереклі нәрсе. Бір сұрауларым сомен таусылды. Ең ақыры бір сұрау бар. Аха. Ең біздер құласы қандай көрсетуге бір сұрау қоятын болдық. Шыда қызықлы, бірақ қиын сұрау. Бұл қайғылы сұрау десек те болады. Мәселен, адамда құласы ең ақырғы жылы сезімдер, жылы бір естеліктер болады өмірінде. Мысал аламыз, сізде 10 минут уақытыңыз қалды өмірде. Ең сол жылы естелік не зат болады? Не хақында естелесіз? Сол моменттен разы боласыз, сол істегеніңізден. Осы зат үшін мен жасадым оны деген. Балалығым шығар. Балалық. 10 минут қайсы дәуірді, мынандай сауалым, қайсы дәуірге қайтар едіңіз ба? Иә. Қайсы қылған ісіңізден, қайсы қылған моменттен разы болып, созатқа мақтанатын едіңіз созатпен. Мен мына нәрсені қылдым, значит мен құр жасамадым деген дейді. Ата-анамның жүзін жерге қаратпағаным шығар. Соған харекет ететінім шығар. Соған қуанамын, соған әрдайым харекет етемін. Соған үмтілеме әрдайым. Ата-анамның жүзін жерге қаратпауға су шығар бірінші нәубетте. Енді екінші нәубетте өмірді жасап алайық 80 жыл, 100 жыл жасап алайық сол өмірді. Өмірді жасап, міне қазір депутат болып жатырмыз, бәлки ертең ұлы бір елімізде, халқымызда із қалдыратұғын істер қылғымыз келіп жатыр, харекет етіп жатырмыз. Күш қуат берсе, аумет берсе, бәлки қылармыз ам елім. Ойлайтұғыным, қазіргі күнде мен ондай бір үлкен мақтанатұғындай дәрежеде зат қылдым деп ойламаймын әлі. Өзмен даршымызды білдіреміз, Шерзат. Бізге ажыратылған уақыт өз жұмағына жетіп барып жатыр. Сізді көргенімізден, бірге сәубет қылғанымыздан қуаныштымыз. Рахмет. Жүда қандай мәнілі сәубет болды десек болады. Неге десең, көптеген тарауларды алып шықтық. Бұл тек қана қандай профессионал тараптан емес, тек қана өмірлік тараптан көптеген жауапларды алдық. Осы жерде тамаша ойлар, өздеріңізді, пікірлеріңізді комментарияға жазып кетсеңіз болады. Сіз қандай мағлұмат алдыңыз өзіңізге һәм қандай пікірлер ұлымасыларды ойлантырып жатыр. Сол хақында да жазып өтің. Шедат, екі сөз осы камераға егер тамаша ойлерге болмаса жақындарыңыз қабыл ма? Сәлем жолдайтын болсаңыз. Хаммеге рахмет. Мен үшін қызық болды. Бұндай подкастта, бұндай сәубет болды, бірақ бұндай дәрежеде беймәлел арқайын отырып сөйлескенімізде болған жоқ. Мен ойлаймын, енді айтажақ затымды айтып алайын сіздерге. Оны айтқанда, адам
мақсаты болу керек деп ойлаймын ғой, қандайдыр мақсатпен жасау керек деп ойлаймын ғой. Жаңағы депутатлық дедіңіз, о дедіңіз, бұ дедіңіз, аумет хақында сөйлестік, соның барлығын бір жәмлеп немен жаусақ болады, қандай совет бересіздер? Майлы сөз айтып отқан шығармыз. Сіздерге рахмет. Сол шақырып, осы жерде совет етіп отырғаныңызға. Көріп жатқанларға қызық болады деп ойлаймын. Әлбетте. Елі алдымызда көп жұмыслар бар. Көп жұмысларды қылу ниетіндеміз. Әммеге аумет тілеймен жұмысларында, оқуларында. Көбінше жастар көрмей ма? Жастарға айтар сөзім, қойған мақсатыңызден қамаңлар, қойған арзуларыңыздан қамаңлар, қайтпаңлар. Қолдан келсе білім алыңлар, қолдан келсе тіл үйреніңлер. Әммеңізге аумет. Азиздар, біз бенен подкасттың ақырына шекен бірге болғаныңыз үшін әлбетте өз minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ислам айтқандай комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып кетің. Рахмет. Көріскенше. Хаммеге рахмет. Біздерге ағза болып қойың. Қарсамызды көріп